Қызылордада Әділет демократиялық партиясы облыстық филиалының кеңейтілген конференциясы өтті. Оған партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев қатысып, қоғамдық ұйымның алға қойған мақсат міндеттері туралы баяндады. Әділеттілік, заңдылық пен құқық тәртібін қолдайтын партия белсенділері қазір еліміздің аймақтарында халықпен кездесулер өткізіп, сайлауға әзірлік жасап жатқандарын жеткізді. Әділет демократиялық партиясы облыстық филиалының төрағасы Алтынбай Раманқұловтың айтуынша, бүгінде Сыр өңірінде партия мүшелерінің қатары 9 мыңнан астам. Конференцияда сөз алғандар бұл қоғамдық ұйым мемлекеттің саяси бағытын жүзеге асыру және оның ұзақ мерзімдік стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге атсалысуды көздейтіндерін айтты. Сондай-ақ басқосуда парламентте көп партиялық жүйені қалыптастыру туралы да әңгіме қозғалды. Басқа ұсыныс жасайтын партиялар болу керек, көзқарас болу керек. Біз соның бірі біздің партия деп ойлаймыз. Халық қолдайтын болса, ертең біздің парламентке жететін болса, біздің бағдарламамыз іске асуға жол ашылады деп ойлаймын. Шетел жаңалық